Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сіздермен бірге тамақ дайындау технологиясы пәнінің оқытушысы Ахмедова Фируза Данабаевна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұннан жасалған кондитер өнімдері. Сабақтың мақсаты оқушыларды ұннан жасалған кондитер өнімдері мен ассортименттері бойынша білімін қалыптастыру. Кондитер өнімдерінің жаңа түрлерін, тұтыну дағдысын дамыту. Дұрыс тамақтануға тәрбиелеу. Ұннан жасалған кондитер өнімдері. Кондитерлік өнімдер кондитер фабрикаларында, цехтарда, комбинаттарда, тағамдық кондитерлік кәсіпорындарда дайындалады. Кондитер өнімдері энергетикалық құндылығы жоғары, жағымды иісімен және хош иісті, тәтті, дәмді, көрікті, сыртқы түрімен сипатталады. Технологиясына және оған жұмсалатын шикізат түріне қарай негізгі екі топқа қантты және ұнды деп бөлуге болады. Қантты түріне карамель, кәмпит, шоколад, жеміс-жидекті кондитер өнімдері жатады. Ұннан жасалатын кондитер өнімдеріне печенье, пряник, торт, кекс, орама, вафли және тағы басқалары жатады. Ұнға қойылатын техникалық талаптар. Ұнның сапасын бағалау әдісі МЕСТ 9404-60-да көрсетілген. Онда физика-химиялық көрсеткіштері бойынша МЕСТ 171-69-ға сәйкес келуі керек. Өндіріске келіп түсетін шикізаттар МЕСТ талаптарына сәйкес келуі керек. Нан өндірісіндегі бидай және қара бидай ұнынан жасалынған кондитерлік өнімдер. Кондитерлік өнімдер ұғымы әртүрлі өнімдерді қолға алады. Олардың барлығына тәтті дәм келіседі. Ортақ түсінік бойынша кондитерлік өнімдерге қант пен какаодан, сонымен бірге ұннан жасалған кондитерлік өнімдер және балмұздақтар жатады. Ұннан жасалған кондитер өнімдерінің қантты кондитер өнімдерінен айырмашылығы құрамында ұнның болуы. Оларға печенье, пряниктер, вафлилер, кекстер, пирожнилер, торттар және тағы басқалар жатады. Печенье, пряник, вафли. Рецептурасына және дайындау ерекшелігіне байланысты печенье қантты, созылмалы және май қоспалы болады. Қантты печенье тәтті, қою түсті, нәзік үгілгіш, консистенциялы, суда жақсы ісінеді. Өзіне тән сүреті бар. Созылмалы печенье эластикалы серпіледі, қиын үзілетін қамырдан жасалады. Сондықтан қалыптастыру кезінде өнімдерді түсуі ол қамырдан газ тәрізді заттардың бөлінуіне ықпал жасайды және деформациялардың алдын алады. Созылмалы печенье құрамында қант мөлшері аз болғандықтан ақшыл түске ие. Ол беріктеу, анық көрінетін қатпарлы, құрылымды, ісінуі төмен. Сонымен қатар галеттер, пряниктер, вафлилер. Кексті өте май қоспалы қамырдан цукат, мейіз, корица жаңға қосып жасайды. Пирожный мен торттар. Жоғары калориялы ұннан жасалатын кондитер өнімдері. Оның құрамында ұннан басқа көп мөлшерде май, қант, белоктары бар.
Дайындау тәсілдері мен құрамына қарай пирожное мен торттар бірнеше топтарға бөлінеді. Үгілмелі, бисквитті, қабатты, миндаль жаңғақты, қайнатылған және тағы басқасы. Мен қорытындылай келе, тәтті тағамдардың денсаулыққа зиян еместігін айтқым келеді. Мамандар таңертең ұйқыдан оянғанда қанты көбірек салынған қара шай ішу керектігін айтады. Ол күні бойы көңілді әрі сергек жүруге көмектеседі. Сонымен қатар есте сақтау қабілетін жақсартады. Тәтті тағамдардың шаршағанды басып, бойдағы күйзелістен арылуға көмегі зор. Ендеше, ғалымдар ұсынып отырған тәттілердің тізімі мынадай: қара шоколад, зефир, жеміс қағынан жасалған кәмпит, мармелад, бал.